Ешет. Мен де бірлікпен келдім. Сен артқы рядында отырдың ба? Бәсе саған ұқсайтын адам көрінше. Бәсе. Бүгін мектепте күшті болды ғой. Біз әшейін отырдық, кино қарап, ойнап. Күшті болды бізде. Ұйқым келіп кетті ғой. Сосын айнада еще білесің ба? Біздің апайымыздар емес па? Юбкасы тез келіп кетті ғой. Я же занимательная. Сөйтіп айттың ба апайыңа? Айтпадым, пранк болсын деп. Апай еще мені тыңдамады ғой. Біздің сыныптағы бір бала бар емес па? Анау кеше айтып едім ғой. Сол ше бүгін анау мектепке үйге келетін тапочкасымен келген ғой. Анау галюше сонымен келген. Азанда мектеп формасын киюге ерінеді екен, да, сосын түнде пижамасын кимей, анау мектеп формасымен ұйықтай салады екен. Сол үшін ғой галошпен кетіп қалғаны. Датабы беті қолында жумайды екен. Значит, аяқ киім киіп ұйықтау керек еді. Ой, астына сен де шутницасың ше бір жағынан. Ана бізді төсекті жинап бетін жауып кетпегенге еріншек дейді. Ана баланы көрсе не дейді екен мама? Ю? Игра в кальмар ойнайды ма? Ну, дөмкеге деген. Чё за игра, ну? Наршаға әйтеуір әсемдеуді біледі. Не деп атсың айнада ше? Нан қарасай, игра в кальмарадағыдай ойын сияқты қоша қойған. Наш жақта игра в кальмарын көрген сияқты. Шетіне біреуін алып жейміз ба? Жылайды ғой. Кішкене білдіртпейін, коробканың төбесін алайық, я. Айнада ше, актерсың, шеберлігің жаман. Бірдеңе тоғырдай төр. Айнада ше, нервің жеткен кезде сондай тоғырып кетеді. Бәрін қойш, мен ойыншық мына жақта не істеп жүр? Ай! Айнада ше, актерсың, я? Емо! Мынау бір ойын болды ғой. Ай! Мен де ойыншық. Ай! Қатты ауырып кетті что-то. Мынау бұрынғы заманның телефоны емес па, Nokia деген? Кішті екен. Папанка емес. Маған бір уведомление келіп көрейінші. Не деп тұр? Өтінемін. Бізге көмектесіңдерші. Ана жақта камера тұр дейді. Олар барлығын көріп тұр. Задание орындап бос тәттілерді алсаңдар болады. Және тәттіні алып бізді босатасыңдар дейді. Мына парақтар не? Бірінші тапсырма, екінші тапсырма. Çok қызық болып жатыр. Мен ондайларды жақсы көремін. Күте тұр. Наны әлі ашпа дейді. Қашан ашамыз? Қазір күте тұр. Бірінші тапсырманы орында дейді. Оны асыл нағызға. Сен ажет квест сияқты бірдеңке ғой. Бірінші тапсырма дейді. Бутылкамен тренд асыл назға. Бутылкамен тренд? Мына Мұхаммед бутылкасына келіп, енді ішу керек шығар, е? Кәне? Квест орындалды. Дұрыс емес деп тұр. Басқа қандай бутылкамен тренд бар? Андай баклажканы келіп көрейінші. Кеттік баклажканы көрейік. Мұхаммед жылайды. Қойып берейін. Білмейміз, 2 литр баклажканы алмаса. Бірақ бұнмен қандай тренд бар? Мынандай шығар? Қанша да? Дұрыс емес. Сен істейді екенсің ғой, давай сен істейді. Тұрғызу керек шығар. Ондай ойын емес деген сообщение келіп тұр. Это телефоннан қарашы, қандай. Білдім ол ойынды. Летесің да крышкасы былай қоясың. Қандай не? Айналасың. Енді түсіндім. 7, 8, 9, 10, 20. Давай істе. Ура! Задание орындалды деп тұр. Ура! Басым жаман айналып кетті.
2 ойыншық босатылды. 2 ойыншық босатылды. Значит, бір подарок алсақ болады. Бірінші кукурузды аламыз деп едік қой. Давай кукурузды аламыз. Тоғырған жоқ. Значит, бір ғана бар. Екеуін алуға болатын шығар. Только біреу екен. Ладно. Ей, давай нам сразу жей салайықшы. Мектептен келгелі ештеңе жеген жоқпын. Қарным ашып кетті. Гүрілдеп жатыр ғой. Қарным айтып жатыр. Мынаны жейші деп. Жей салайықшы. Осы кукуруза үшін, бұл кукуруза сен үшін неше тапсырма жасады? Әне аппетитный екен, шоколадный дейді. Вау, мына жағында еще брелоктар шығады екен. Коллекция жинауға болады. Давай, былай жаса, былай. Давай, сенің тапсырмаларың сен аш. Вау, қараңыздар. Ішіндегі затын алшы, наклейка түседі, осы. Но, по-моему, өшіргіш. Мына жақта парақта тұр ғой қасында. Вау. Давай, мальчик. Тұр, мына жағында тағы да бір зат тұр. Андай вилкасы келеді екен маған. Күшті. Дай попробовать. Очень вкусно. Шыме шоколада. Жейтін зат шығар, пончик. Наш пончик, потом единорог сияқты. Давай обзор жасайықшы тез. Единорог қазақша не дейтін, Поняла. Вообще, білмеймін, есімде жоқ. Бірнеше парақ деп ойладым, бірақ парақ екен ғой. Мынау, по-моему, ластик. Өшіргіш сияқты. Қазір өшіргіштерде андай зат шығарып ма? Кәне, жеп көрейінші. Ей, бұл өшіргіш шығар. Достар, енді бізге қалған айларды босату керек. Мен мына тамақтар үшін емес, шынымен осы айларды босатқым келіп тұр. Екінші тапсырма маған екен. Фокус көрсет дейді. Қандай фокус? Қазір жазып көрейінші. Айларға фокус көрсетеді. Қандай фокус көрсетші? Қалданды ма? Өтпеді дейді. Қандай ше? Өтпеді дейді. Қандай фокус көрсетеді? Ай, что-то құлағыма ұрып кетті. Ай. Что-то қолым құлағыма кетті асылас. Кешімде деп жазады деп. Кешімде. Өтті давай ба деп ше. Өтті! Ура, өтті! Қайсы? Ай, ұқылады? Ай, екеу құлапты. Мұнандай ойыншық бар ма? Қарылдым да. Все, енді мұна 2 тапсырма болды. Үшінші тапсырма қайда? Алмадық қой біз. Сөйтіп, қайсысын аламыз? Энки-бэнки, энки-бэнки батыс. Вот тоже жолы 2 тапты алғылар. Мына ойыншықтан не қыламыз? Может, қайттан тапсырма береді? Міне, 3-ші тапсырма келді. Екінші тапсырма тәтісі. Мен ойнадым. Жевательный зефир дейді ғой. Қайын бірінші көрейінші. Шынымен зефир сияқты ғой. Зефир ғой.
көрсін деп қал. Тапсырмаң телефонума келди дейді. Неизвестный номер бірдеңе жіберіпті. Бір ссылка жіберді, асылмас деймін ол. Достар, қазір көреміз, қандай ссылка екен ол. Так. Міне, ол мынандай зат жіберген. Сонда асылмас, екеуміз осындай істелерік. Ментальная связь, ба? Дәл осындай челлендж деп көріңдер дейді. Я, значит, осындай ментальный связьға челлендж деп көреміз. Давай, кеттік. Қол көтереміз. Жүрек саламыз. Аяқ көтереміз. Айналамыз. Кружочек. Как көрейінші. Мынандай смайлик келді. Өттік! Бірақ, қалай 4 игрушка сразу істейді қазір? Бұл барлық тапсырма. Және ең соңғы, бұда барлық мишка босатылады, және бізге 2 тәтті алсақ болады. Давай, мен қоян мишканы босатамын. Чекапай. Клубничный дейді. Иди обычный и диетический. Как я люблю. Сіздерде де осындай жағдай болды ма? Осындай жағдай болса пікір қалдырыңыздар. Мягкий игрушкаларды құтқару операциясы сәтті аяқталды. Лайк басып тіркелуді пікір қалдырып ұмытпаймыз. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.